Және де қазір қандай дүние сұранысқа ие, сол нәрсе көбейеді ғой. Мысалы, мен үнемі айтамын ғой, Құрбан айтта қой сұранысқа ие, жаңа жылда мандарин, ауызашар уақытында құрма сұранысқа ие. Сол дүниелер сұранысқа ие кезде көбейіп, бағасы көтеріліп, солай болады, Дәл сол секілді бұл қазір балалардың арасында сұранысқа ие болғандықтан пайдасы тиер орталықтар да бар, жай ғана кәсіп қылып алған орталықтар да бар. Бизнес ретінде қарап жатқан. Соныңда ара жігін ақтарып барып балаларыңызды беріңіздер. Көп осындай сабақтарға баратын кезде, жоқ, мамасы сізді көргенде бала деген еркелеп кетеді, сабағына қатыспайсыз, дегеннің өзінде бір апта, 2 апта қатысыңыз баланың сабағына, өйткені ол бала сіздікі. Сіз сырттасыз, баламен іште қандай жұмыс жасалып жатыр, оған да көз жеткізіңіздер. Жақында біз отбасымызбен қазіргі жүріп жатқан вируспен ауырып алдық, как тұмау сияқты, бірақ өкпең түсіп қалардай, көкжиектеу сияқты жөтелесің, дене қызуы көтеріліп, мұрын тамақтың бәрі бітіп, бас ауру, әлсіздік, кәдімгі төсекке жабысып жатып қалдық. Ең қиын процесс менде болды, жүкті болғандықтан антибиотик қабылдағанды жөн көрген жоқпын. Және де Расул деген жігітіміз, ол 1 жасқа толған жоқ, сондықтан ол жігітке де антибиотик берген жоқпын. Сол бала ауырып болғаннан кейін бұрынғыдай емес та. Отыра береді бір орында. Қанша айғайлап атын айтып атсаң да қарамайды. Түсініксіз. Тек сүтін ішеді, жатады, болды. Дер кезінде соны түсініп, дабыл қағып, біз тиісті жаңағы мамандарға алып барып, массаж алып, қазір баланың беті бері қарап, бұрынғы жігітіміз қайтты да. Сөйтсе айтады, кішкене тамыр қысылып тұр дейді. Және біздің бала туылған кезде баланың сарысы бар ғой, өте жоғары болды. Оның өзі мидың дамуына әсер етеді екен. Соның бәрін алдын алып, беретін дәрілерін, дүниелерін беріп, массажын жасатып, тағы 2 курс массаж жасау керек біз, Алла нәсіп етсе. Қазір баламыз жақсы. Біз көбінесе осы аутизм, ЗПР, ЗР диагноздар тұңғыш балаларында, 2018-19 жылы туылған балаларда кәдімгі ақмақ болғанбыз ғой, дер кезінде дабыл қақпағанбыз. Бұның әкесі тілі кеш шыққан, сен де кеш жүргенсің деген сияқты дүниелердің барлығын құлағымызға құйып алып, қабылдамағанбыз да. Өйткені ондайды бұрын естімегенбіз, білмегенбіз, көрмегенбіз. Сөйлеп кетеді, ештеңе қылмайды. Бәр бала сондай ғой, әр баланың дамуы әртүрлі болады дегенге жатып алғанбыз да. Сөйтіп қолымызды мезгілінен кештермеп, қазір отырмыз. Мынау айтылатын, әркімнің сен туралы айтылатын сөзі, ол ауыз біреудікі болғаннан кейін сөзде біреудікі, ал бала сенікі, өмір сенікі. Сондықтан да жай ғана елдің айтқан сөзіне тыңдап құлақ асып қоя салмай, жаңағы мамандарға дер кезінде уақытында көрсетіңіздер баланы. Әрине, сол айтқан адамдардікі рас болып шығып, балаңызда ешқандай ақау болмаса, нұр үстіне нұр. Ал болса, небәрі бала кішкентай кезінде, жас кезінде білінсе бұл диагноз, соғұрлым онымен күресу сізге жеңілірек болады. Елдің сөзіне мүлде мән бермеңіздер, ит үреді, керуен көшеді. Өте бір жақсы сөз бар, балағыңа жабысқан әр итке қарайлай берсең, көшіңнен қаласын дейді. Сол секілді біз баланы қатарға қосу керекпіз, өз көшіңізбен тек қана алға ілгерілеңіздер. Қазір ойбай, не көп, логопед көп қой. Ол логопедке барып, логопедтің алдында партаға отыру үшін балада түсінік болу керек. Ол түсінікті одан алдын логопедке дейінгі мамандар жұмыс жасау керек та, жаңағыдай авотерапияға апару керек, сенсорлық моторикамен жұмыс жасау керек, ұсақ моторикамен жұмыс жасау керек, баланың психологиясымен жұмыс жасау керек, баланы дамытып барып, баланың тілі шығуға жақын қалдау деген кезде логопед жұмыс жасайды. Құрметті, мынау баланың ойлау қабілетінде кешігуі бар ата-аналар. Сіздер солай ақшаларыңызды жерге ұшырмаңыздар. Өз басымнан өткен осы қателігім. Баланы 1 сағат алдына шыңғыртып отырып алады. Әде, оде, мынау не деп жынды сияқты ше. Жағам тұстағам. Ертең Алла нәсіп етсе, баламыз қатарына қосылғаннан кейін
қай жерге бардық, қай жерге бармадық, кім қабылдады мені, кім қабылдамай қойды, бәрін айтқым келеді. Ашып тұрып ше. Кетсінші, қара бет болса, мен қара бет болайын, зато менен кейінгі осындай шарасыз ата-аналар мен сияқты адаспайды. Содан кейін жаңағы бұл задержка речида, жаңағы баланың дамуын кешігінде дәрумендердің де атқарар қызметі өте зор. Тексерістен толықтай өту керек. Біз мысалы өзіміз Өзбекстанға апардық, мүлден аған жоқ маған Өзбекстан. Қытайға апардық. Ойбай деп қорқып жүрген Қытайымыз айтты, мен сіздердің қазір ақшаларыңызды алып алуым болады дейді да. Бірақ бұл аутизмді әлем бойынша емдейтін ешқандай дәрі, укол деген дүниелер әлі шыққан жоқ. Сондықтан да мен ешқандай да сіздерге жаңағы операция жасаймын, дәрі беремін, осы дәріден керемет болып кетесіздер, я болмаса укол салдырастар мынандай деп айтпаймын деді. Тек қана баламен көбірек уақыт өткізіп, балаға көңіл бөліп, жаңағы баланың тілі қай тілге түсінігі, қай тілге бейім, сол тілде балаға мағлұмат бере бересіздер деді. Мысалы, мен қазір баламен жұмыс жасаймын дейді, психологы, профессор айтып жатыр да. Баламен Қытай тілін түсінбейді ғой дейді, сіздер қазақсыздар дейді да. Одан кейін Түркияға, Түркияға біз осы Қазақстанға келген кезде профессорға көрсеттік, алдағы уақытқа емге барамыз деп ниеттеніп отырмыз Түркияға да. Жалпы ол жақтың медицинасында да дәл солай. Бірінші толықтай чекаптан өткізіп барып,